Қайырлы күн, құрметті телегөрермендер. Эфирде әдеттегідей баланың бал тілі мен тәтті қылықтарына толы хабарымыз Балалы үй базар бағдарламасы, ал оның жүргізушісімен Рахман Омар. Бірінші сыныпта оқитын баласына анасы кешке қарай: "Балам, сабағыңды қашан оқисың?" деп сұрапты. Баласы кино көріп болғаннан кейін деп жауап береді. Кинодан кейін кеш болады ғой деген анасының сөзіне білім алу еш қашанда кеш емес депті баласы. Міне баланың былдырлаған тілі жанға дау екені сөзсіздей отырып, бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Сонымен біздің бүгінгі хабарымыздың қатысушыларымен таныс болайық. Нұрхан Қойлыбаев және Лескүл Жиембетова. Нұрханның жасы 25-те, мамандығы архитектор. Қолы қалт етсе, достармен бас қосып бильярд ойнағанды ұнатады. Ал оның жұбы Лескүл шоу бизнес әлемінде еңбек етіп жүрген продюсер. Болашақ арманы елімізге белгілі әнші болу. Азамат Ержанұлы және Дина Мұхамедқалиқызы. Азамат теледидар саласында режиссер мамандығының иесі. Қолы бос уақытында кино көріп, спортпен шұғылданғанды ұнатады. Ал оның жұбы Дина мамандығы инженер, бос уақытында кітап оқуға арнайды. Сонымен қатар салауатты өмір салтын ұстанғанды жақсы көреді. Ал олай болса, біздің бүгінгі ойынымызды бастайық. Бағдарламамыз бірнеше айналымнан тұрады. Алғашқы айналым ой салу айналымы. Ой салу ойынның ережесі өте қарапайым. Экранда балалардың жасырған сөзін табуларыңыз керек. 3 рет түсіндіреді. Бірден тапсаңыздар 15 ұпай, екінші мәрте тыңдап табатын болсаңыздар 10 ұпай, ал үшіншісі 5 ұпаймен бағаланады. Сол жақтағы топтан бастаймыз. Егер бірінші топ дұрыс жауап бере алмаса, кезек қарсыластарға әрине көшеді. Сонымен, сіздер дайынсыздар ма? Дайынбыз. Ендеше сіздерге алғашқы сөзді жасыратын назарларыңыз экранда болсын. Санжар Сейділда 5 жаста, және Батырхан Қиманов 5 жаста, Сұлу Өмірбекова және Лаура Рахымжан 4 жаста екен. Қандай сөз назарларыңызда? Ол жерде тау бар, кішкентай тау бар, үлкен. Ол жерде шомылуға болады. Ол жерде ағам қараған маған, сосын менімен бірге түсті. Сосын біз шомылып біткенде далада ойнадық, достармен кірпіштерді көтердік. Аттың үстіне отырдым, мама екеумізді, мама мені ұстап тұрған сүйген ат жүрді. Қысқа ой, қарта ат сондай болды. Сүйген анау ой, сондайлақ көбірек ит, нандай теталар, соның бәрін көріп шықтым. Иә, содан не түсіндіңіздер? Біраз мағлұмат айтқан сияқты біздің бүлдіршіндер. Нұрхан, Лескүл, не айтасыздар? Не туралы әңгіме жүріп? Саябақты айтып тұрма? Саябақ, иә? Екеуіңіздің де жануарлар. Шешімдеріңіз саябақ деп ойлайсыздар ма? Парк. Парк? Неге ойлайсыздар? Талдар бар дейді. Талдар бар, жаңағы айтып атқанда көбелектер бар деп жатыр. Сондықтан ойлаймыз. Қалада паркте көбелектерді кездестіру қиын болып кетті ғой қазір. Ендеше сәл жауаптарыңыз дұрыс емес, кезек сіздерге ауысады. Осы сөзді сіздерге жасыратын Аружан Құрманбаева және Аружан Нұржігіт 4 жаста екен. Назар аударыңыздар, қандай сөз екен? Шөп бермесе, жел қапанмаса, сүр татыса, сия дейді. Қара. Қой бар, тұшатын қой. Ескі бар тұсаттың, біздің теке бар бұзық. Біздің қошқар бар, қошқар мен теке болады. Бізде бұқа бар. Ал бізде сиыр бар.
ал бізде 2 сиыр бар, ал бізде 2 бұзау бар. Иә, Енді мен одан артық қандай түсіндіру керек еді? саябақта. Иә. Саябақта біз көрмедік енді оны. Мына қой бар екен, лақ бар екен. Бір қызығы олар ұшады екен, көрдіңіз бе? Малардың айтуына қарағанда. Жарысып кетті негізі. Иә, сонымен қандай сөз айтқысы келіп тұр? Қандай ол? Ауыл шығар. Неге ауыл деп Жайлау. ойлайсыз? Жайлау ма, Жайлау. ауыл ма? Жайлау. Өйткені рахаттанып тұрып айтты. Әжесінің Иә. атасы Иә. қолына барып жаздағы үш ай демалыста. Дұрыс, әрине ауыл деген сөз. Алғашқы 10 ұпайларыңыз құтты болсын. Енді кезек сіздерге ауысады. Сіздерге сөзді жасыратын Ислам Памирей және Әлішер Жақопов 4 жаста, Әлиасқар Қапалбек пен Бексұлтан Тыныштық 5 жаста. Қарайық. Не дерек? Садикте бабасада көтауда жүрді. Мен айбулек түтті. Көп ет күтті. О тап-таза болды. Я болды. Еще апай дараға шықты, сосын ет барды шапай. Біз потом дараға шықтық, біз потом оны көрдік қау шиді, потом оны баспадымыз. Оны қатты. Еще дом болады. Еще бәрін су болады. Я. Esa жончика алмайсың. Ой, жау, шапырақтар шау, қол шатырда аламыш, әшәмәнге шауамыш. Иә. Әдем айтты, әрине тілден түсіну қиын, бірақ мұқият тыңдасаңыздар жауабы табылып қалуы мүмкін. Сонымен қалай ойлайсыздар? Еще деген ғана. Сонымен не туралы айтылып жатыр? Не туралы айтылып жатыр? Жаңбыр. Жаңбыр, ауа райы туралы. Ауа райы жаңбыр. Неге олай ойлайсыз? Қол шатыр деген бір Иә. сөздері Бір бар. өлеңдерден оқып жіберді, е? Тақпақты айтқанда, иә. Кімнің өлі екенін білмейміз, бірақ енді сол жаңбыр жауса қол шатыр деген сияқты Иә, бір. жапырақтарға тиеді деді, Иә. иә? Иә. Дұрыс, ұпайларыңыз құтты болсын, әрине. Ол солай, расымен де жаңбыр деген сөз, мінекей 1-ден 15 ұпай қосылып, 25-тен 0. Құдай, көсіп. Нұрхан Лескүл, енді сіздер кірісіңіздер іске, өйткені кезегі өздеріңізде. Сіздерге келесі сөзді жасыратын Әліхан Райымбек және Ақылима Нұртаева 4 жаста, Сұлу Өмірбекова және Лаура Рақымжан 4 жаста. Қандай сөз жасырады екен? Исен. Еще Акима. Еще Ами. Ой, чекін күшті бол керек. Мен болса үлке болады. Мен үлке болам. Мен тәтікте болады. Мен болса үлке болам. Менің ағаным туған күні болған далада сүйген торт едік, сүйген клонар келді, бізді ойнатты. Исо жіпті алды да былай істеді. Исо біз астынан өттік. Содан қандай сөз болуы мүмкін? Балалардың ойнайтын жері. Иә, парк па тағы да? Мүмкін цирк болуы мүмкін. Цирк. Сондай ойлайсыздар, иә? Циркта шаштан тартам екен? Немесе садик. 15 ұпай алатын мүмкіншіліктеріңіз бар еді, бірақ енді кезек қарсыластарыңызға алсат. Осы сөзді жасыратын Рахат Тұрғанбек және Нүрия Садықова 5 жаста, Ерсұлтан Әшенов және Марғұлан Ошан 5 жаста. Қандай сөз екен? Қуаласпа ойнаймыз, тығылыспа ойнаймыз. Не ойнатқан оны, ана қояды. Біресе қыздар, біресе ұлдар. Иә. Мен ешкім дей алмады ғой, иә? Хайдар, Ерсұлтан, Аруна, Жеңіс, Саят, Бақтияр. Арунаны ұмытып кеттім ба? Арунаны айттым. Ой! Бірге ойнайды. Ешқашан біреумен ойнамайды. Ой! Төбіліспейді, ойнап төбілеседі. Жүгіріп ойнайды. Сонымен не айтқысы келіп отыр балалар біздің? Достары туралы айтқысы келіп жатқан шығар. Мүмкін дос деген сөз шығар. Әлде балабақша.
балабақша ма жоқ достар ма? Балабақшада ойнап, жаңа өзі далада да іште де Жоқ, бізге бір ғана жауап керек те. Дос па жоқ әлде балабақша ма? Балабақша болсын. М? Қазір екеуміз ұрысайын деп отырмыз. Ұрыспаңыздар. Балабақша болсын, Балабақша ма? Келсем. Ендеше кезек сіздерге ауысады. Бес ұпай алатындай мүмкіншіліктеріңіз бар. Осы сөзді жасыратын Рахманбек Тұрсынов 5 жаста, Сұлтан Байбатшаев және Шыңғыс Байрақұлов 6 жаста. Қандай сөз екен? Болып ұлмаймыз, тілектерді сұлықпаймыз, бір-біріңде құлсамбыз, болып сөйлеміз. Бір-біріңе көмектеседі, олмайды, соқпайды, тақлақтылмайды. Сосын кейін оларды істері жіберуге болмайды. Жақсы ойнайық. Осыға болмайды, ағалыға болмайды, соғыға болмайды. Ұруға болмайды. Инжетеге болмайды. Бірнеке суай белайық. Баймыз. Боп. Су берем. Иә. Содан ойлана келе, қандай сөз? Өзінің дос туралы айтып жатыр деп ойлаймын. Бірге ойнайтын дос. Досы көпті. Жау алмайды. Дұрыс, 5 ұпайларыңыз құтты болсын. Тамаша. 5-те 25. Мен айтқам дос деп. Әрине, біздің Дина тауып отырды, бірақ қасындағы керемет азаматымыз кішкене ойын бұзып жіберді, балабақша. Бердім ғой кішкене, ойнасын деп. Азаматтың байқауынша балалығыңыз жалпы әлі қалған жоқ сізде, е? Кішкене, е. Енді сіз жігітсіз ғой, бірақ дегенменде балалық жалпы адамға керек па? Әрине керек. Не үшін керек? Балалықты бір пәк сезімді ойлаймын, ол бір жастық шақтың бір белгісі қалмаса, онда өмірдің мәні жоқ сияқты мен. Дұрыс, балалармен көбірек араласу керек. Дұрыс, жақсы, тамаша. Ендеше тағы да мінекей бір сөз бар екен. Кезек оң жақ сіздерге ауысады. Аружан Құрманбаева және Аружан Нұржігіт 4 жаста, Марғұлан Ошан және Ерсұлтан Әшенов 5 жаста. Қандай сөз? Судар жүрет, табдағыл төсегі болады. Ол түспай күнде мүмкіндікті көрген. Ол қойдым боға шықпаған өте. Мен ауыздан көрін салып, алсам. Мен судан көрдім көк. Апайым жазылдақ. Мен фиолет көрдіңші. Мен қызылды көрдім ба? Яғын қызылды көрдім. Екеуі болды ішінде. Иә. Не ұқтыңыздар? Азамат, Дина. Бере қойшы ал жауап. Балық. Дина айтса қателеспейді дейсіз ғой. Сонымен жауап? Балықтар туралы айтып жатқанша. Балықтар? Сіз тура бір мұғалімнің алдында отырған сияқты қабағын күліп отырсаңызшы. Азамат қандай керемет күліп отырған жарасады. Иә? Неге балықтар? Қызыл, жасыл көп жүреді. Өйткені судың ішінде деді. Деді, иә? Иә, сөйтіп айтты. Сосын Онда әдемі кезегімізді ары қарай келесі қарсыластарыңызға берейік. Сен болсай деген осы екен негізі. Осы сөзді жасыратын Данияр Шабақбаев және Маржан Ильяс 4 жаста, Айша Төлеген және Елизавета Проскурина 5 жаста. Ал қараңыздар. Крокодил бәрінен қорқады, өлтіққандан қорқпайды. Оны жейді. Крокодил шыққандан қорқпайды. Танда қорқпайды. Крокодил үстімден қорқпайды. Крокодил судың астында ұйықтайды. Ал құмдың астында ұйықтайды. Крокодил. Мынандай болады. Жасыл болады. Көк, оранжевый. Ол деген қорғайды адам ұстаған кезде басымен таспен. Еще ол болады кішкентай, үлкен. Сонымен суда жүзеді екен, крокодилден қорықпайды екен. Әртүрлі болады екен түстері.
Оранжевый деді. Сонымен Нұрхан, Лескүл, не айтасыздар? Ойларыңызға не келді? Крокодилден қорқып қалса енді аю шығар. Аю суда күнде жүзе ме не? Адам ұстап алады деді. Аха, ойыңыз қандай керемет. Сонымен не? Піл шығар. Піл. Айтқандарыңыздың бәрі әрі қарап өтіп кетті ғой. Жоқ, кезек өздеріңізде жасыратын Ерлік Болатбек 6 жаста және Мирас Садықов 6 жаста. Қандай сөз? Звадермен сразу тете. Я учитель Шредер. Потом. Подбеган келді ғынандай. Левоның пышақ сынып кетті мынандай. Растың пышақ сынған жоқ. Иә? Бәріміз балашақта көретін нинза черепашки да ол таспақа. Солай ма? Таспақа? Неге? Енді бүйтті ғой оның өзінің Көрсеткенде тас былай бар көрсетті. деді, бүйтіп көрсетті, соң нинза черепашки рафт деді. Оны бәріміз білеміз негізі. Жаңағы ойнайтын Шредер деген ол қарсы күреседі соған. Сіздер мультфильм көресіздер ма? Иә. Иә, үніммен көремін. Қандай мысалы? Спанч Боб. Жақсы болды, сосын? Ертөстікпен деген. Алдар көсені Қазақ, көреміз. алдар көсен Алдар көреміз. көсе. Жақсы. Соның көмегі тигенін неке тағы да байқап отырсыздар, 5 ұпай қосылды. 30-да 5. Мінекей қымбатты көрермендер, әдемі ойын болып жатыр. 30-да 5, бірақ әлі алда ұпай алатын мүмкіншіліктеріңіз мол, өйткені айналымдарымызда өте көп. Келесі айналым түсіндірме. Дәл қазір мен сіздерге бір сұрақ қоямын да, соған 4 жауап беремін. Ол сұраққа әр қатысушы жауап беруі тиіс. Әрине балалардың жауабы мен сіздердің жауаптарыңыз сәйкес келу керек. Сонда әрқайсыңыз 5 ұпайдан жинай аласыздар. Сонымен дұрыс жауабын экраннан тыңдайсыздар. Ендеше сұрақ мынандай екен. Аяз ата не үшін Ақшақармен келеді? Жауаптары 4 нұсқасы бар. Біріншісі, Ақшақар оған көмектеседі. Екіншісі, Ақшақар әдемі, сол үшін Аяз атаның қасында жүреді. Үшінші, Ақшақар хаттарды жинап алады. Төртінші нұсқа, Аяз ата Ақшақарсыз қайда баратын білмейді. Иә, сонымен жеке дара жауап бересіз. Нұрхан, сіз қай нұсқаны қабылдайсыз? Екіншісі ғой деймін. Екіншісі, Ақшақар әдемі, сол үшін Аяз атаның қасында еріп жүрді. Дұрыс, ал сіздің ойыңызша? Негізі мен де солай ойлап отырмын, екінші нұсқа деп. Екеулеріңіз екінші нұсқаны алдыңыздар. Ал біздің Азамат пен Дина қайсысын алады екен? Мен де солай ойлайын деп отқан, бірақ басқасын таңдайық. Мен соңғысын таңдаймын. Ақшақарсыз Аяз ата қайда баратынын білмейді. Білмейді, иә? Иә, жол көрсетіп береді. Ал Азамат? Менікі де сол болсыншы. Яғни Қызық болсын. Қызық болсын. Қалай? Қызық болсын. Бірінші нұсқасын таңдай салайын. Ақшақар оған көмектеседі. Иә, көмектеседі. Олай болса, дәл жауабын беретін Марғұлан Нұржігіт 5 жаста, Жарқын Садан 6 жаста. Сол үшін сыйлық тастау үшін. Ал сыйлықты Аяз ата тастайды. Ақшақар деген хаттарын алып кетеді. Мүшекке салып. Оқиды, сосын кетіп қалады. Сосын Аяз атаға звондайды. Оның бәрін алдым дейді. Бәрекелді. Не деген логика? Төртеулеріңізде нұсқаларыңыз келген жоқ. Қарап отырсақ, Ақшақар хаттарды жинайды екен. Тамаша, 30-да 5 әдемі. Ендігі келесі өте жылдамдықты қажет ететін айналым. Кім жылдам айналымы? Бұл ойында қай топ шапшаң болса, сол топ жеңеді. Қазір бейнероликтен баланың айтқан сөздерін тыңдап, дұрыс сөзді табасыздар. Бірінші жауап беру үшін үстелдегі қызыл тетікті жылдам басу керек. Дұрыс жауапқа 20 ұпай беріледі, ал қате болса келесі топ дәл сол бейнероликті аяғына дейін тыңдайды, дұрыс жауап берсе 10 ұпай алады. Сондықтан да асығыстық істеп қоюға да болмайды. Мүмкін қате болады да, кезек қарсыластарыңызға өтіп кетеді. Сонымен қолдарыңыз қосқышқа жақын ба? Сіздерге алғашқы сөзді жасыратын Ерлік Болатбек 6 жаста және Мирас Садықов 6 жаста. Қандай сөз? Баяғда болды жеті уақ. Мамасы айтты, ешкімді есікті ашпаңдар, тоқа қасқырға ашпаңдар. Иә, бірінші болып басқан Азамат пен Дина.
Жетілақ пен Қасқыр. қасқырдың ертегісі. Сонда атауы, яғни жауабы Ертегі. дұрыс. Сіздердің ұпайларыңыз тура ертегідей. Әрине ертегі жауаптарыңыз. Тағы да алда сұрақтар жеткілікті. Сіздерге келесі сөзді жасыратын Аружан Құрманбаева және Аружан Нұржігіт 4 жаста, Әлиасқар Қапалбек және Бексұлтан Тыныштық 5 жаста. Қандай сөз екен? Ой, орманда өмір сүреді. Ол Қызылтелпектің бәліштің алдап кеп қояды. Әдесіне, ой, анда бауырсақ кетіп жатқан кезде, оны естімен, оны матчығы айтпес дейді, сосын ап өткісте қояды. Аралбай ат қасқырдың түсі қап-қара. Ол сор болады, сор. Ой, алдайды бәрін. Адамдарды өтірік адам болып келіп алады. Ой, Прамбай, түнде қайда барасың? Апаның үйіне барамын. Апам саған не береді? Басқыр. Қасқыр емес. Қасқыр ондай болмайды. Мынандай құйрығы ұзын болады. Иә, Азамат өтті жүзі тыңдап отырды. Қайта мен жоқ. Сонымен Арыстан деп ойлаймын. Түлкі. Сонымен сіздер енді екеулеріңіз біреулеріңіз шешімге келіңіздер енді. Бір адам жауап береді. Түлкі шығар. Түлкі шығар екен. Қасқырға Арыстан демала тұрсын кішкене. Неге түлкі? Қасқырға ұқсайды деп жатыр. Ұқсайды, содан кейін? Құйрығы ұзын және де ол апамнан да қашын бауырсақ бар ғой. Бауырсақ ертегісін айтқан. Қинамай-ақ қояйық. Түлкі, әрине түлкі. Дегенменде Ендігісін баспай қойып сіздер. енді әрине 70-те 5 деген ол кәдімгідей үлкен айырмашылық. Ендеше тағы да бір алда сөздері бар екенін ұмытпайық. Нұрхан Лескүл атсалысыңыздар. Рахат Тұрғанбек және Нүрия Садықова 5 жаста. Әлиасқар Қапалбек, Бексұлтан Тыныштық 5 жасар балалар сұрақ жасырады. Біз алдында басқа сәдекте болғанда белканы анандай ағасында ана мисканы көргенбіз, соны апай топқа алды ғой. Содан несімен ананды жалайды. Сонымен біз анандай жаурап қалғанда содан анандай неге мынандай жылықтап. Мен үйімде бір үйімнің артымда бір ояқтарда майда-майда тиіннің балалары ақ киімдері жүреді. Үйіміздің ат жағымызда ояқтар тұралтырады. Мияға шишкалар өскен. Ой, деген, ой, мынандай, ой, соның қасына мынандай ойыншықтар іліп қоямыз. Иә, басты, біздің Лескүл басты қатты ойланып, толғанып келе. Сонымен жауабы? Біз ойлаймыз негізі шырша. Неге ол ойлайсыздар? Тиын жүреді дейді астында. Тиындар жүреді дейді, ойыншықтар ілініп тұр дейді. Сіздер қателестіңіздер деп ойлап қалмаңыздар, шырша. Жүздеріңізге күлкі үйірілді ғой, қандай тамаша. Бәрекелді, 25-те жетпіз. Қуып жетуге болады. Сонымен соңғы сөз қалды. Ұпай жинауға асығайық. Оны жасыратын Иманғали Амангелді және Нұрмұхамбет Әліқұл 5 жаста. Аружан Құрманбаева және Аружан Нұржігіт деген жұлдыздарымыз. Осы сөзді жасырады. Кішкентай түсі шары болады. Ауысатын құстарда болады. Әттәк. Жұмыртқадан шығады. Тауықтар оларды қарап тұрады. Деп қояды. Сосын олмен күрекпен ұрады. Тұмсығымен. Олар бошарнандай кішкентай. Олар мандай шопақшадан шығады. Маған деп болып жатады. Сары болады. Сары. Қоңыр болады дейді, сары болады. Ал білесің ба, Нұржігіт, суды? Иә, басылды. Лескүл енді баса берісті. Дина үлгерді басып. Иә, содан жауап? Червяк. Құрт па? Құрт. Жауын құрт, Тыныштық. Жауын құрт дейсіз ба? Иә.
жоңғұрт. Сіздер аяғына шейін тыңдау мүмкіншіліктеріңіз бар, өткенде жауап қате. Ары қарай тыңдайық. Ту, әбден қиналды. Содан? Енді мен ойлаймын ол балапан, өйткені жұмыртқадан шығады, өзі сары болады дейді. Өткені сіздің үстіңіздегі көйлегіңіз де сары. Дұрыс, әрине, балапан. Ақырындап 70 ұпайға жақындап қалдық, 35 ұпай болды. Дегенмен де әлі шешуші кезең алда, ендеше сөз жасыру айналымына қош келдіңіздер. Жүргізушінің көмек сөздер арқылы 45 секундтың ішінде, яғни менің сөздерім арқылы жасырылған сөздерді табуларыңыз керек. Топ мүшелерінің біреуі ғана жауап береді, ал екіншісі көмектеседі. Ұпайды аз жинаған топтан бастаймыз. Сонымен екеулеріңіздің ортаңыздан кім тез жауап береді? Яғни блиц сұрақтар, блиц жауап болу керек. Қыздың жолы жіңішке ғой. Солай ма? Өйткені балапанды тапты ғой, иә? Жарайды. 45 секунд дайын болыңыздар. Сонымен біз бастаймыз. Ол қойда болады, шаш сияқты. Одан шұлық тоқиды. Жын. Дұрыс. Ол жұмыртқа сияқты, сүттен жасайды. Оған қант қосса тәп-тәтті болады. Ірімшік. Оны айтып береді, тыңдайды. Ол музыка. Әуен, ән. Ол балаларда болады, қыздардың қуыршағы, онымен ойнайды. Ойыншық. Онда медеу бар, автобустар жүреді. Ол үлкен ауыл. Жайлау. Жайлау. Қала. Ол бояу үшін керек, түрлі түсті болады. Ол сабаққа керек. Қоңырау. Жоқ. Қоңырау. Ары қарай. Ол карандаш. Ол суық, оны аққаладан жасайды. Уақыттарыңыз өтті. Ақшақар мен... Ақшақар. Не еді өзі? Жоқ, үлгермей қалдыңыздар, жауабы қар еді. Қар, ақшақар. Ал Азамат, Дина, кім жауап береді? Азамат дайын болсаңыз, онда бастайық. Ол ұшып жүреді, араға ұқсайды, шақпайды. Шыбын. Оны жұмыртқадан жасайды, думалақ болады, тесігі бар, ол шелпекке ұқсайды. Келесі, ол құймақ екен. Ол қорқынышты, мультикке ұқсайды, оны кинотеатрдан көресіздер. Кино? Ол кішкентай болады, ащы, дәрумен сияқты, ауырған кезде ішеді. Дәрі. Ол көп, ішінде адамдар отырады, ұйықтайды, алысқа апарады. Автобус? Жоқ, пойыз. Ол сылдырлайды, сиырдың мойнына іліп қояды. Ол мектепте де болады. Қоңырау. Ол темірмен жіптен жасалынады, балабақшада бар, қатты тербелсең құлайсың. Качели. Әткеншек, качели емес әткеншек. Мінекей қымбатты көрермендер, біздің бүгінгі хабарымыздың жеңімпаздары анықталды. 55-95 ұпаймен алға шыққан Азамат пен Дина. Ендеше жеңімпаздарымызға біздің балалардан және бағдарламамыздан арнайы тұрмысқа арналған техника. Құтты болсын. Түнде ұйықтап кеткен кішкене немересін төсегіне жатқызып, көрпесін жауып жатқан әжесі. Әлди балам ұйықтай ғой, түсіңде өзің секілді балапанды көріп жатқан шығарсын десе, баласы ұйқылы ау даусымен, жоқ әже, әлі жарнама болып жатыр деген екен. Сіздерге айтарым ағайын, жүздеріңнен көрем шаттық арайын, осылай болсын әрбір күнің, әр айың, қадамдарың сәтті болсын балалар, тілектерің қабыл болсын ағайын деп, сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Сау болыңыздар.